Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай ұшмақтың рецептімен бөлісемін. Самсаға қарағанда жылдам әрі оңай жасалатын рецепттердің бірі. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жасалу жолы оңай әрі дәмді шығады. Алдымен бізге керегі ең бірінші айран. Айран болмаса қаймақ. Негізі қолдың айраны өте жақсы. Бұған жаңағыдай осындай ас содасын қосқан кезде бұл жаңа не қылады да, көтеріліп жақсы болады. Сол үшін қолдың айранын қостым. Мен қолдың айранына азғантай ас содасын қосып, жақсылап араластырған кезде, екеуі қосылған кезде ас сода мен айран кәдімгідей көтеріліп, дрожжды қажет етпейді. Сондықтан осы айран қолданған дұрыс деп ойлаймын. Айран болмаған жағдайда қаймақпен жасаса да болады. Одан кейін сары май кішкене 100 грамм және сұйық майдан да мен осы 3 қасық қана пайдаландым. Яғни қамырымыздың жұмсақ болуы үшін майды қосқан дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан азғантай сұйық май мен сары майдан қостым. Одан кейін бізге керегі електен өткізілген ұн. Ұнды міндетті түрде електен өткізген дұрыс. Ол кезде електен өткізгенде ұн өте жаңағыдай қамырымыз пышный, яғни көтеріңкі, үлпілдек болып тұру үшін міндетті түрде електен өткізу керек. Електен өткізілген ұнда жайлап мен қасықтың көмегімен араластырып алдым. Одан кейін қолымның көмегімен осындай қамыр, яғни біздің самсамыздың қамырын дайындадым. Учпушмактың барлығын біріктіріп, қамырымызды жұмсақ қамыр дайындап шықтым. Мінекей осындай болып шықты. Бұны аз уақытқа қоя тұрамыз, яғни қамырымыздың иі қанып көтерілу үшін аз уақытқа қоя тұрамыз. Одан кейін енді біз осы учпушмактың салмасын дайындаймыз. Негізі тауықтың төс етінен жасалады, бірақ мен қолда бар үйдегі фарштан жасап көрейін дедім. Сондықтан фарштан дайындадым. Фаршымызға жуа, картоп қостым, тұз және бұрыш қосып араластырып алдым. Одан кейін мінекей дайын болған қамырымызды шағын бөліктерге бөліп аламыз. Яғни сіздер үй жағдайында болса, өлшейтін веса болмаған жағдайда көз мөлшермен де өлшей беруге болады. Мен осылардың бәрін бөліп алғаннан кейін весаға, яғни өлшедім. Барлығын біркелкі қалу үшін 60 граммнан өлшеп алдым. Қамырларымызды мінекей осындай болып шықты. Оларды 60 граммнан барлығын өлшеп шықтым. Одан кейін өлшеп болғаннан кейін жақсылап дөңгелетіп дайын қылып алсаңыздар болады. Яғни учпушмакты дайындау үшін дөңгелек қылып жасап алуға болады. 60 граммнан қойдым. Енді сіздер ондай веса болмаған жағдайда көз мөлшермен жасай берсеңіздер болады деп ойлаймын. Өзімізге үй жағдайында біркелкі болу міндетті емес. Сол үшін осындай бөлек бөлшектерге шағын қамырларды дайындап алдым. Мінекей енді осыны қамырымызды ысамыз, яғни шағын ғана қылып ысып алғаннан кейін ортасына салмасын салып учпушмагымызды дайындай бастаймыз. Мінекей мен осы оқтаудың көмегімен ысып алдым. Азғантай ғана жайып қамырымызды. Одан кейін арасына жаңағыдай дайындаған салмамызды дайындап, яғни картоп, жуа, фарш қостым. Осы салмамызды шамалап қана салып алдым. Мінекей. Одан кейін енді бұны үш бұрышты қылып бүктей бастаймыз. Үш бұрышты кәдімгі самса сияқты қылып бүктеп аласыздар, бір-біріне қосып, тек қана азғантай ортасын қана ашық қалдырамыз. Яғни біздің ішіндегі салмамыз пісу үшін азғантай ортасынан кішкене ашық қалдырамыз. Одан кейін әдемілік үшін осылай қамырды екі шетіне жайлып тартып жасауға болады. Бұл енді піскен кезде учпушмагымыз әдемі көрінеді. Жеген кезде дастарханға қойсаңыздар да. Сол үшін осылай қамырдың екі жағынан жайлап тартып отырып, мінекей осылай жасап, мінекей көрдіңіздер, осындай болып шығады. Барлығын дайындап алғаннан кейін, осы учпушмагымыздың бәрін дайындап алғаннан кейін, бетіне жұмыртқаның сарысын жақтым. Өйткені жаңағыдай сарысы беті қызарып, әдемі пісуіне жақсы да, жұмыртқаның сарысы.
мінекей осындай болып шықты. Жұмыртқаның сарысын жағып пеште 180 градус пеште жарты сағатта пісіріп алдым. Шошмектарымыз осындай болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.